Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен самай сүйегінің анатомиясын талдайтын боламыз. Самай сүйегі жұп сүйектер қатарына жатады және ми сауытының негізі мен бүйір қабырғасын құрайды. Бұл жерде есту және тепе-теңдік органдары орналасқандықтан күрделі сүйектер қатарына жатады. Оны біз үш бөлікке бөліп қарастырамыз. Ол бізде қабыршақтық бөлігі, парс сквамоса, дабл бөлігі парс тимпаника және тастақты бөлік немесе пирамидалық бөлік парс петроза деп қараймыз. Қабыршақты бөліктің сыртқы беті фацис темпоралис деп аталады және оған вертикальды бағытта ортаңғы самай артериясының жүлгесі сулкус артерия темпоралис медиа орналасқан. Төменгі қапталында көретініміз бет сүйектік өсінді процессус зигоматикус орналасқан. Ол бізде емізікшестілік қырқа криста супрамастоидеяның тікелей жалғасы болып табылады. Және бет сүйектің самай өсіндісімен жік арқылы байланысып, бет сүйектік доға аркус зигоматикусты құрайды. Және одан төмен бізде шұңқыр орналасқан. Төменгі жақтық шұңқыр фосса мантибулярис деп атаймыз. Және оның алдында төмпешік орналасқан буындық, оны біз туберкулум артикулярис деп атаймыз. Ішкі беті фацис церебралис деп аталады және ең бірінші көзге түсетіні ми батыңқыларын көреміз, импрессио дигитата, және олардың аралығында ми көтеріңкілері юга церебралия орналасқан. Ортаңғы менингиальды артерияның жүлгесі сулкус артерия менингия медиа орналасқан. Сонымен қатар біз ол қабыршақты бөліктің жиектерін қарастырамыз. Төбе сүйегімен байланысатын жиегі марго париеталис, сутура сквамоза арқылы қабыршақтық жік арқылы төбе сүйегімен байланысады. Келесі жиегі марго сфейноидалис, сына сүйегімен байланысатын жиегі. Бұл жерде жік сутура сфейна темпоралис арқылы сына сүйегімен байланысады. Қабыршақтық бөлім пирамидалық бөліктен фиссура петроскомоза саңлауы арқылы ажыратылады. Келесі бөлігі дабл бөлігі парс симпатика. Бұл жерде сыртқы есту тесігі порус акустикус экстернус орналасқан. Ол ары қарай оның жолына миатус акустикус экстернуске жалғасады және бұл жерде жүлге орналасқан. Дабл жүлгесі сулкус тимпаникус және дабл тілігі инцизура тимпаникусты ажыратамыз. Самай сүйегінің келесі бөлігі ол бізде парс петроза, пирамидалық немесе тастақтық бөлік деп аталады. Оны біз екі бөлікке бөлеміз. Ол артқы латеральды бөлігі, сыртқы беті және артқы латеральды бөлігінің ми сауытына қараған беті және алдыңғы медиальды бөлігі немесе пирамидалық бөлік деп қарастырамыз. Астынан қарағандағы көрінісі. Артқы латеральды бөлікте ең бірінші емізікшелі өсінді процессус мастоидеумызды көреміз және одан артқы қапталында емізікшелі тесік форамен мастоидеум орналасқан. Ал өсіндіден төменірек емізікшелі тілік инцизура мастоидея орналасқан және оған дәл параллель бағытта шүйде артериясының жүлгесі сулкус артерия оксипиталис орналасқан. Ішкі бетіндегі көрінісі. Бұл жерде сигма тәрізді қойнаудың жүлгесі сулкус синус сигмоидеус орналасқан және шүйде сүйегімен байланысатын жиегі марго оксипиталисті көреміз. Келесі бізде алдыңғы медиальды бөлігі немесе пирамида бөлігі. Пирамида бөлігі біз оны үш бетке бөлеміз. Алдыңғы беті пирамиданың артқы беті және төменгі беттерін қарастырамыз. Алдыңғы бетінде дәл ортасында доғалық көтеріңкі иминента аркуата орналасқан және фиссура петроскомоза мен осы иминента аркуатаның ортасында дабл қақпағы тегман тимпани орналасқан. Пирамиданың ұшы апикс парс петрозаның алдыңғы бетінде бізде ішкі нервтің батыңқысы импрессио тригемини орналасқан.
бұл жерде ішкі нерв бұлтығы орналасады. Және оның бүйір қапталында екі параллель орналасқан жүлгені көреміз. Бұл жүлге тасты нервтің үлкен және кіші жүлгелері sulcus nervus petrosi majoris et minoris, және олар ең соңында саңылаумен аяқталады. Hiatus nervi petrosi majoris және hiatus nervi petrosi minorispен аяқталады. Келесі беті, ол бізде артқы беті, facies posterior деп аталады. Бұл жерде ішкі есту қақпағы porus acousticus intern, тесігі porus acousticus internusты көреміз, және ол ары қарай meatus acousticus internus ішкі есту жолына жалғасады. Және оның бүйір қапталында доға астылық шұңқыр fossa subarcuata орналасады, және онда бізде су құбырының сыртқы тесігі apertura externus aqueductus vestibuli орналасады. Келесі төменгі беті. Міне төменгі беті орналасқан facies inferior деп атаймыз. Бұл жерде ең бірінші fossa jugularis мойындырық шұңқыры орналасады. Бұл жерде мойындырық венаның жаңа бұлтығы орналасады. Және бұл жерде сонымен қатар 10-шы жұп кезбе нервтің құлақтық тармағының жүлгесі орналасады, және оның түбінде емізгекшелі өзекшенің тесігі каналикулис mastoideus орналасады. Одан ары қарай тастақты шұңқыр фасула петроса орналасады. Оның түбінде осы дабыл өзекшесінің тесігі каналикулис тимпаникус орналасады. Ал ары қарай біз ұйқы өзекшесі каналикулис каротикусты байқаймыз. Сонымен қатар бұл жерде бізде біз тәрізді өсінді процессус стилоидеус орналасқан. Бұл жерде бізде бұлшық еттер бекиді, және бұның көлемі бекитін бұлшық еттің қаншалықты дамығанына байланысты болады. Процессус стилоидеус пен процессус mastoideustың ортасында бізде foramen stylomastoideus біз емізіктік тесік болады, және ол ары қарай canalis facialis, яғни бұл жерден 7-ші жұп нервтің өзекшесі өтеді, және осы жерден 7-ші жұп нерв nervus facialis өтеді.